Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балаларымыз сүйіп жейтін балмұздақты үй жағдайында дайындайтын боламын. Ол үшін бізге клубника, сүзбе, сгущенка қажет болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға қажетті заттарымыздың бәрін салып, блендермен осылай езіп шығамыз. Міндетті түрде блендермен жасаймыз, әйтпесе клубникаларымыз езілмей қалады. Менің каналымда көптеген рецепт түрлері бар. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецепттерімен бөлісемін. Осындай бір келкі масса болғанда кішкене ванилин салып жіберіп, қайтадан блендермен айналдырамыз. Мінекей қою әдемі болып дайындалды. Енді осыны қолайлы ыдыстарға құйып аламыз. Кез келген ыдысқа құйсаңыздар болады. Осылай мен стаканға құйдым. Қалған балмұздағымызды осындай ыдысқа құйып, бетін жауып, мұздатқышқа 3-4 сағатқа қойып аламыз. Мінекей 3-4 сағатта балмұздақтарым дайын болды. Тура видеодағыдай етіп алсаңыздар болады. Егер де басқа ыдысқа құйған болсаңыздар, бөлме температурасында 5-10 минутқа қойып алыңыздар. Мінекей бөлме температурасында ерігеннен соң ыдыстарға бөліп салып алсаңыздар болады. Осылай балмұздағымыздың үстіне ерітілген шоколадтан тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларыңызға өте ұнайды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.